негізі бар ғой, осы бір тамшы көздің жасындай деген әннің ше, мына бір мелодиясын бір құрметті бауырлар, құрметті інілерім, қарындастарым, бір өнерге құмар, бір вайн ба, бірдеңе түсіріп жүрген ба, бір махаббат историясын бір минуттық бір видеоролик түсіремін десеңіздер, осы әнді қолдансаңыздар бизнес келеді. Немесе киноның аяқ жағында ма бір қызбен қоштасатын сәттері болады ғой. Ана жерін қоймай ақ қой да, жаңағыдай ұзаттың айтатын жерін қоймай ақ қой. Просто ана моментті кішкене деген жері пиздес кетіп қалады. Сол жері анау көзіңнен айтқызбай, көзіңнен ұқтырасын айтқызбай, жүрегіме негіз берді деген кезде жаңа Мансар не алады ғой, жаңа сол сияқты бір моменттерге ма, сол сияқты мысалы кім сен Мансардан қаяғың кем, сен не қаяғың Мансардың жеген тамағын сен жеп жүрсің ғой, сол сияқты кішкене осы әттемен кино түсіретін бір ролик түсіретін бір нем жоқ та, телефонмен сөйлесе алмадым депішке енді тура ол біреудің қайламау керек та, бірақ басқаша шыға керек та. Арақ ішемін ба, жоқ па, шаруам болмасын сен деп бір айқайласып барып бір-бірін қимайтындығы, сондай сезіммен былай үйлестіріп жіберсең бизнес та, бір-бірін сүйеді да, жаңағы жігіт пен қыз. Бизнес бағанда бір әдемі қарайсың ғой, бір ше моментті. My God! Wow! Сен осы просто анау киноның несіне әдем келеді да, осы бір қыз бен жігіттің бір моменттері болды. Любой кинода кішкене бар. Кино деген андай ғой, короче, кинода трагедия, кинода мелодрама. Бір кинода, мысалы, 5 жанр қолданса, ол нағыз кино. Кино дегенде комедия болу керек. Жоқ, ішінде бір саған бір оп бермеді, а? Не істеймін ба? Қотақ бас